Сәлеметсіздер ме, құрметті киносүйер қауым. Кино кеңес каналы тағы да байланыста. Бүгін айтатын киномыз коллекционер фильмі жайлы. Қанды кадрлар мен жауыздықты ұнатпайтындар нервтеріңізді тұсаулаңыздар, өйткені жүйке тамырларыңызды таппай қалуларыңыз мүмкін. Дайын болсаңыздар, обзорды бастайық. Коллекционер. Бастапқы кадрда белгісіз кісі әйелімен бірге көңілді кештен үйге оралады. Себебі олардың масаң хәлде екенін байқаймыз. Үйге кірген олар жарықтың өшіп қалғанын байқайды. Ал жатын бөлмеде белгісіз қызыл жәшік тұрады. Карточка для коллекции. Ер кісі жәшіктің ішін ашып көрмек болады, бірақ бұл істегені үшін қатты өкінеді. О боже, звони! Кейінгі кадрда ремонт жүріп жатқан үйді көреміз. Үй иесінің есімі Майкл Чейз. Ол бағалы бұйымдарды сатумен айналысады. Оның әйелі Виктория Чейз. Ол қарапайым үй бикесі. Олардың кішкентай қызы Ханна және үлкен қызы Джилл. Үлкен қыз сәл анандайлау болып көрінеді. В общем, соландай ғой. Жеңіл жүрісті, жалпақ тілмен айтқанда. Дай затянуться. Извини, но ты еще несовершеннолетний. А ты что, полицейский? Ал бұл біздің бас кейіпкеріміз Аркин. Ол алдын түрмеде ұрлық істеген үшін отырып шыққан. Алайда қазір Чейздер отбасының үйінде ремонт жасап жүр. Это за неделю. Спасибо. Кейінгі кадрда Аркин қызын көруге ауруханаға барады. Оған әйелі қуана қоймайды, керісінше жақтырмайды. Әйеліне тек ақша керек, себебі ол бандылардан ақша қарыз. Аркин қарызды өтеу үшін баяғы бастығымен кездесуді ұйғарады. Заплати сегодня 50%. Бандының бастығымен келісімге отырып, Чейздердің үйіне ұрлық жасауға аттанады. Есік алдында оны дәу сыйлық күтіп алады. Ол үйге кіреді, жаймен жоғары қарай көтеріледі. Бөлмелерді аралап барлығы тыныш екеніне сенімді болады. Сөйтіп, сейф тұрған жерге барып, оны ашпақ болады. Бірақ ол өзінің бұл үйде жалғыз емес екенін байқайды. Аяқ дыбыстарын анық естіген ол заттарын жинап тығылуға тырысады. Екеуі бір қабырғаның екі жағында тұрады. Сосын үйден шығып кетуге тырысқан Аркин есіктерде өзіне таныс емес құлыптарды көреді. Сосын аяқ асты беті аузы қанға боялған үй иесін көреді. Үй иесі бұл жауыздықтарды Аркин істеп жатыр деп ойлайды. Зачем ты это делаешь? Аркин тұзаққа ілінген үй иесін көріп полицияға хабарласуды шешеді. Алайда онда да тұзақ. Терезеде бекітілген, онда да тұзақ. В общем, үйдің бәрі тұзаққа толы. Бөлмелерді аралап жүріп, адам денесін кесетін жилкаға, аяққа тұсау болатын қақпанға, шеге қағылған баспалдаққа, тіпті аяғымен түртсе өлетін жіпке де тап болады. Сөйтіп тығылып жүріп, Аркин жертөлеге түседі. Төбесінде жауыз адамның жүргенін сезеді. Сол кезде аяқ асты. Ол үстелде отырған қан-жоса болған үй иесіне көмектеспек болады. Ол Аркинге сейфінде тапанша бар екенін айтып, сонда жолдайды. Сейфінің кодын да айта салады. Сосын Аркин ваннада отырған Викторияға барады. Көзі байлаулы әйел байлауды шешуді сұрайды, бірақ Аркин шеше алмайды. Сосын Аркин одан жауыз адам келгенде айғайлауды сұрайды, себебі айғай жауыздың назарын өзіне аударады. Бұдан пайдаланған Аркин кішкентай Ханнаны іздеп кетеді. Оны таппаған Аркин тапаншаны алуға сейфке барады, бірақ оның патрондары жоқ еді. В общем, Аркин тапаншамен қосып бағалы тасты да алады. Бұл уақытта жауыз коллекционер үй иесін қинап жатты. Сосын Аркин белгісіз дыбысты естиді, сөйтіп шкафты ашады. Онда баяғы қызыл жәшік бар еді, ал оның ішінде киноның басындағы адам бар боп шығады. Беги отсюда. Оны қайта жәшікке салған Аркин Ханнаны іздеп жүріп, белгісіз кислотаны басып кетеді. Онда мысықта жабысып қалған еді. Аркин мысыққа көмектеспек болып еді.
Дауысты естіген коллекционер жүгіріп келеді, мысық екен деп ойлап кетіп қалады. Ал Аркин қайта жертөлеге түсіп, ішек шабағы ақтарылған үй иесін көреді. Сосын Викторияға барып әйелді босатпақ болады. Аркин арқаға қарамауды айтады, бірақ ол күйеуінің өлігін көріп қалады. Әйел қорқып кетіп жоғары қарай жүгіреді. Аркин жертөледегі үстел астына тығылады. Осының неге болған шамасы жетпейді деймін. Мәйлі, жауыз адам өлсе, кино бітіп қалар еді ғой. В общем, коллекционер жаңағы әйелдің аузын тігіп тастайды. Ал Аркин көшеде көлікте жігітімен отырған Джилді көреді. Олар есіктен кіріп, төсек қатынасымен айналысады. Ал коллекционер жастарды бақылап отырады. Бірақ ләззат алу ұзаққа созылмайды, себебі оларды сюрприз күтіп тұр. Коллекционер жас жігітті жауыздықпен өлтіреді, сосын қызға қарай шабуыл жасайды. Қыз 911-ге хабарласып үлгереді. Жауыз адам қызды өлтірейін деп жатқанда Аркин коллекционерді шалғытады. Ол жоғары көтерілгенде Аркин қызды құтқарады. Бірақ бұл қуануға тұрарлық жағдай емес еді, себебі қыз ақымақ екенше Аркин. Ол қашудың орнына жәшіктегі кісіні құтқармақ болады, бірақ оны тастап қашып кетуге тура келеді. Көшеге шыққан ол терезеден кішкентай Ханнаны көреді. Сөйтіп қайта үйге оралады. Бір жағынан ақымақтық, ал бір жағынан ерлік деуге болатын шығар. Кішкентай Ханна бөлмелердің біріне тығылады, бірақ оны жауыз адам бәрібір тауып алады. Ал Аркин қызды жауыздан құтқарады. Бөлмеге тығылған олар коллекционердің өзіне тұзақ қояды, алайда ол тұзаққа жәшіктегі кісі түседі. Аркин мен қыз қашып үлгерді. Басқа бөлмеге өткен Аркин крючокқа ілініп қалады. Артынан коллекционер келіп Аркинмен біраз төбелеседі. Ұрыс барысында Аркин жауыздың бетпердесін шешіп, оның кім екенін көреді. Отбасының пәшти бәрі өлген, кішкентай Ханнадан бөлек әрине. Ал Аркин қолында кісен және ілмекке ілінген халде өзіне келеді. Аркин қызды жіберуді сұрайды, бірақ жауыз жауап ретінде Аркиннің тістерін қағып алады. Сосын Аркин үстел астындағы қызды байқап, жауыз адамды қайта өзінің алдына шақырады. Кез келген әрекеттің нәтижесі бар екенін бәріміз білеміз, е? Кейінгі кадрда үйге полицейлердің келгенін көреміз. Енді ғана қуанайын деп жатыр ем. Болмай қалдышы, облом деп осын айт. Патруль 316. Бұл уақытта Аркин үйтіп-бүйтіп кісеннен босайды. Көңілімді Аркин көтеретінін біліп ем. Сосын Викторияға барады. Әйел өліп қалған екен. Сосын қызбен сыртқа қашпақшы болады, бірақ жауыздың иті оларды тауып алады. Аркин иттен құтылудың амалын табады, алайда коллекционер тағы да келіп қалады. Сөйтіп біз шешуші сәттегі төбелестің куәсі боламыз. Аркин жауызды есінен тандырып қызбен қашады. Сосын өзіне келген коллекционер олардың артынан қалмай қояды. В общем, люстрадағы пышақтар жауыздың үстіне түседі. Сосын Аркин мен қыз қашып үлгереді. Трассада оны полиция көлігі қағып кетеді. Ал кішкентай қызды алғашқы жәрдем көлігі Аркинді ауруханаға алып кетеді. Жолда олар аварияға ұшырайды. Сөйтсе коллекционер әлі тірі болып шығады. Жауыз Аркинді тұтқынға алып кетеді. Сосын фильм бітеді. Я тебя урою, гнида! Гнида! Құрметті көрермен, обзор ұнаған болса лайк басып, пікір жазып, каналды жоғалтпас үшін тіркеле кетіңіздер. Сапалы контенттің бәрі сіздер үшін.